Қайырлы күн достар, сіздермен Аяжан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен таразсыз көз мөлшерімен жасайтын ең оңай пирогты жасайтын боламыз. Рецепті соңына дейін қарап, маңызды жерлерін жіберіп алмаңыздар. Алдымен 3 жұмыртқа, егер де жұмыртқаңыз үлкен болса 3, кішкентай болса 4 жұмыртқа қосқандарыңыз жөн. Осылайша жұмыртқамызды алдымен құрғақ ыдысымызға жарып аламыз. Кейіннен 1 пиала қант салып, миксердің төменгі жылдамдығымен қантымызды ерітетін боламыз. Қантымыз толықтай еріп, ақ көбік болуы қажет. Осы кезде 1 пиала айранымызды, мендегі қолдың айраны, кейін 1 пиала сұйық ақ май қосып, жақсылап араластырамыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп саламыз. 1 шай қасық қопсықышымызды ұнға қосып, електен өткізіп қосып жібереміз. Осылайша 2 елек ұн қосамыз. Кейін миксермен жақсылап араластыратын боламыз. Қамырымыз қатты қою немесе қатты сұйық болып қалмауы керек, орташа болып тұрады. Осы кезде пешімізді, духовкамызды қыздырып қоямыз 180 градуста. Қамырымызды туралап, формамызды дайындаймыз. Формамызға, менде осындай форма, пергамент қағазын төседім. Пирогтарымыз ағып кетпес үшін осылайша ыдысқа құйып, қызып тұрған пеште, духовкада 180 градуста 30-40 минутта пісіріп алатын боламыз. Ең оңай ходовой пирог десек те болады. Мінекей пирогымыз пісіп шықты. Ыдыстан босатып, кесіп, ұсына берсеңіздер болады. Өте дәмді шықты, міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнаған жағдайда каналға тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Мен үшін үлкен мотивация болмақ. Назарларыңызға рахмет, ас болсын баршаңызға.